Қайырлы күн, таеквондо бойынша ағылшын курсына қатысушылар. Бүгін біз екінші сабақта өтетін боламыз. Бұл сабақ, осы уақытқа дейінгі сабақтарды көре алмай қалған, немесе жаңадан қатысайын деп жатқан таеквондо бойынша ағылшын тілінің сабағының қатысушыларына арналады. Сабақты бастамастан алдын өзім жайында қысқаша айтып кетейін. Менің есімім Нахима болады. Осы бірнеше жылдар бойы ағылшыннан сабақ беріп келемін. Сонымен бүгінгі сабақтың планы мынандай. Бүгінгі сабақта біз greetings, яғни мамандасуды үйренетін боламыз. Онымен қоса professions, яғни мамандықтар туралы үйренетін боламыз. Таеквондоға қатысты мамандықтарды және I am фразасын қашан, қалай қолданатынды үйренетін боламыз. Сонымен бірінші амандасу. Амандасудың ең қарапайым түрі ол ең ауызекі тілде күнделікті қолданып жүретін ол WhatsApp сөзі. Мынау гифке қарасаңыздар, суретте тұр, иә. WhatsApp деген ол чотам деген сөз. Сіздер мүмкін күнделікті өздеріңіздің достарыңызбен чотам, братан деп амандасып жүретін боларсыздар. Содағы чотам сөзі WhatsApp ағылшындарда да бар, олар WhatsApp дейді. WhatsApp bro, yeah. WhatsApp bro, yeah. Сонымен қоса, ал ең одан да сәл кішкене әдебилеу, бірақ қарапайым түрі ол hello, hi. Hello, hi, сәлем деген сөз. Более мәдениетті, супер-пупер интеллигенция түрі ол болады. Қайталап жіберейік мен артымнан. Good morning, good afternoon, good evening. Morning деген сөз, таң деген сөз, таңертең. Сол значит, біз таңғы уақытта good morning деп амандасамыз. Good morning, қайырлы таң. Afternoon ол түскі уақыт. Бірақ біз қазақтарда және орыс тілінде біз қайырлы түс немесе добрый обед деп айтпаймыз ғой. Біз қайырлы күн дейміз ол уақыттарда. Бірақ ағылшындар, яғни солай амандасады ағылшын тілінде. Good afternoon деп. Good afternoonнан кейін, яғни қай уақыт, қай мезгіл болады. Әрине ол кеш. Яғни кешкі уақытта біз good evening деп амандасамыз. Good evening. Келесі сөз ол goodbye. Сау болыңыз. And see you later. Көріскенше. Goodbye және see you later'дің екеуінің айырмашылығы, екеуінің функциясы бір, екеуі де кетіп баратқан кезде, қоштасқан кезде қолданылады. Бірақ айырмашылығы, сені көрмей қойыншы братан деген кезде біз goodbye'ды қолданамыз. Артыңнан қарамай кет деген кезде goodbye. Ал егер мүмкін көрісіп қалармыз деген үмітпен біз see you later сөзін қолданатын боламыз, okay? See you later. Тағы бір рет қайталап жіберейік. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, goodbye, see you later. Ал ең жалпақ тілде, ауызекі тілдегі түрі ол WhatsApp. WhatsApp, bro. Next. Қазір мен енді ағылшында осы кездесу түрлерін айтамын, ал сіздер оны аударып көріңіздер қазақшаға, жарай ма? Біріншісі, hello, hi, good morning, good afternoon, goodbye, see you later. Okay, келесі. Енді мен оның қазақшасын айтамын, сіздер ағылшын тілін айтып көріңіздер, жарай ма? Сәлем. Екінші сәлем түрі. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш. Сау болыңыз. Көріскенше. Чотам братан деген қалай болады? What's up, bro? Right. Дұрыс. Келесі. Енді біз I am фразасын қалай қолдануды үйренетін боламыз. Бірінші кезде қолданатын кезіміз бұл өзіміздің есімімізді айтқанда. Мысалыға, мен Нағимамын, иә? Яғни мен I am Нағима деп айтамын.
Мұндай қожа не деп айтып тұр? Өзінің атын? I am қожа деп тұр, иә? Ал енді өзіңіздің есіміңізді айтып көріңізші, I am арқылы фраза қолдана отырып. Good. Жарайсыз. Келесі профессиялар жайында өтіп кетсек, жарай ма? So the first, сонымен бірінші профессия ол taekwondo athlete. Taekwondo athlete. Taekwondo атлеті, taekwondo спортшысы. Okay? Мына екінші профессия қандай? Corner judge. Corner judge. Corner judge деген боковая судья, иә? Бұрыш судьясы. Келесі профессия referee. Referee. Соңғы профессия ол taekwondo coach. Taekwondo coach. Okay? Енді бізде жыныстар бар, иә? Әйел кісі және еркек кісі деген. Ол жыныстарды ағылшын тілінде біз былай айтамыз. Ұлдарға, яғни ұлдарға айтамыз, male деп айтамыз. Mail.ru деп почталарыңыз айтасыздар ғой. Сол кездегі mail деп айтасыздар. Әйел кісіге female деп айтасыздар. Male, female. Male, female. Okay? Енді I am фразасын қолдана отыра, өзіміз жыныстарымызды айтып кетеге. Мысалға, I am female. Ал сіз? Жарайсыз. Келесі. Енді жас бойынша айтатын болса, яғни сіздер айтасыздар ғой, junior деп. Оны ағылшынша біз айтамыз junior. Junior. Үлкен кісіні айтамыз жас бойынша senior. Junior, senior. Junior деп juniorды айтасыздар ғой, ал senior, senior, иә? Junior, senior. Junior, senior. Ал енді екінші ситуация, біз I am қолданатын кез, ол өзіміздің профессияны айтқан кезде. Жаңа профессияларды өтіп шықтық қой. Мысалға, мен мұғаліммін болады, I'm a teacher. Ал сіздің профессияңыз қандай? Ал егер мен тренермін десе, taekwondo тренермін десе, ол қалай болады? I'm a taekwondo coach. I'm a taekwondo coach. Ал егер мен реферимін десе қалай болады? I'm a referee. I'm a referee. Ал егер мен боковая судьямын деп айтса қалай болады? I'm a corner judge. I'm a corner judge. Ал егер мен taekwondo атлетімін деп айтса қалай болады? Мына жерде тұр жауабы. I'm a taekwondo athlete. I'm a taekwondo athlete. Yeah? Okay. Сонымен мұнда жарыстағы сіздердің үшінші бағанға қарап жіберейік, оң жақтағы үшінші бағанға. Мұнда сіздердің жарыстағы рөлдеріңіз тұр. Мұнда сіздің жарыстағы рөлдеріңіз тұр, иә? Мысалыға, мен реферимін қалай болады? I'm a referee. Ал мен қатысушымын десе, I'm a contestant. I'm a contestant, иә? Ал егер айтса, мен боковая судьямын десе, I'm a corner judge. I'm a corner judge, okay? Енді мамандықтарды оқып жіберейік. I'm an athlete. Мен атлет, иә? I'm a coach. Мен тренермін. I'm a female athlete. Спортсменка. Мен спортсмен, әйел спортсменмін, иә? I'm a male athlete. Мен еркек спортсмен, яғни мен спортсмен. I'm a senior. Senior. I'm a junior. Junior. I'm a beginner athlete. Мен бастаушы атлетпін, начинающий.
Beginner, бастаушы. I'm a professional athlete. I'm a professional athlete деген, я профессиональ, да, мен профессионалды атлетпін деген сөз. Сонымен, я, окей. Ал егер айтсақ, мен окей, мен еркек, бастаушы атлетпін десе, бірінші жынысты айтамыз, иә? I'm a male beginner деген бастаушы. I'm a male beginner athlete. Мен бастаушы спортсменмін, иә? Окей? Спортсмен. Егер мен бастаушы спортсменкамын деп айтатын болса, I'm a female beginner athlete. Окей? Ал егер я мужской, сіз тренерсіз, бірақ сіз ол тренерсіз. Оны қалай айтамыз? I'm a male coach, иә? I'm a male coach. Ал егер сіз қыз тренер болсаңыз, I'm a female coach, окей? Және үшінші жағдай, біз елді айтқан кезде I am фразасын қолданамыз. Мысалыға, мен Қазақстаннанмын, қалай болады? I'm from Kazakhstan, yeah? I'm from Kazakhstan, мен Қазақстаннанмын. Ал егер айтсам, мен Қытайданмын десе, қалай болады? I'm from China. I'm from China. Ал егер мен Өзбекстаннанмын десе, қалай болады? I'm from Uzbekistan, okay? I'm from сөзін біз елдерге ғана емес, қалаларға да қолдансақ болады. Мысалға, мен Алматыданмын десе қалай болады? I'm from Алматы. Егер мен Атырауданмын десе қалай болады? I'm from Атырау. Енді өзімізді сәлемдесуден бастап, өзіміз жайында кішкене айтып кетейік. Біріншіден, мысалға, Good morning, қайырлы таң. I am Nagima. I'm a teacher. I'm from Kazakhstan and I'm from Almaty. Өзіңіз жайыңызды айтып кетсеңіз. Енді жарайсыз. Енді мұнда бос орындарға M сөзін қолдану арқылы осы сөйлемдерді оқып шықсақ, иә? Мысалға, I'm a referee. Мен реферимін. I'm an athlete. Мен атлетпін. I'm a contestant from Korea. Мен contestant деген, ол участник, қатысушы, иә? Мен Кореядан қатысушымын. I'm a judge from China деген, мен Қытайдан судьямын. Қытайлық судьямын. I'm a coach from Brazil. Мен бразилиялы тренермін. I'm a referee from Kazakhstan деген қандай болады? Мен қазақстандық реферимін, иә? Енді үй жұмысын мыналарды орындап келсеңіздер. Beginnerдің аудармасы қандай? Осы ағылшынша сөздермен оның орысша аудармаларын сәйкестендірсеңіздер, иә, үй жұмысы ретінде. Және мына суреттерге қарап сөйлем құрасаңыздар, иә? I am фразасын қолдану арқылы. Мына суретке қарап айтсақ, например, я junior спортсменка. Как будет? I'm a female junior athlete, yeah? I'm a female junior athlete. Екінші суретке қарасақ, мен, я чемпион. Я чемпион по таэквондо. Яғни мен таэквондо чемпионымын, қалай болады ағылшынша? I'm a taekwondo champion. Okay? Осылай ары қарай I am фразасын қолдану арқылы осы суреттерді үйде сипаттап комментке үй жұмысын қалдыра кетсеңіздер. Осымен бізде сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сіздерге goodbye деп тұрғым келіп жатқан жоқ. Келесі сабақта көрісеміз деген үміттемін. Сондықтан see you later. Thank you. Рахмет.